Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге түрі ерекше болып дастарханыңызға сән беретін гармошка самса дайындайтын боламыз. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жандағы қоңыраушар белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Жылы суымызды, тұзымызды салып араластырып, үстінен құямыз. Бір келгі болған соң қантымызбенен құрғақ ашытқымызды салып, араластырып, үстінен алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Қамырымызды илеп болған соң, бетіне аздап сұйық май қосамыз. Және осылай болып шығады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып қоямыз. Ашылуы міндетті емес. Енді арасына қосатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған ет аламыз. Және бір картоп, бір пиязымызды алып, майдалап турап шығатын боламыз. Егер фарштарыңыз майлы болса, ешқандай артық май қоспаймыз. Егер майсыздау болса, аздап сұйық май қосып жүрсеңіздер, әдемі болып шығады. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды қосамыз. Міне осыменен салмасы дайын болды. Қамырымызды алып, ұн себе отырып, оқтаудың көмегіменен жақсылап жайып аламыз. Жұқалау етіп жайып аламыз. Міне қамырларымызды өздеріңіз көріп тұрғандай. Дайын болған қамырымызды оқтауымызға орап жинап аламыз. Екі шетінен міне осылай, дәл осылай жинап, оқтаудан босатасыздар. Және жайлап бір шетінен ашып, қамырымызды жайып аламыз. Міне ортасынан бөліп алдым, қатты ұзын болып кеткеннен кейін. Және оны тағы да ортасынан бөліп, екі қамыр шығады. Енді алдын ала дайындап қойған салмамызды ортасына салып, қамырларымызды түйіп шығатын боламыз. Осы уақытта пештеріңізді 180-200 градусқа қыздырып қойыңыздар. Міне барлығын салып алдым. Екі шетін бір-біріне жауып қоясыздар, болды. Енді пышақпенен кесіп аламыз. Дәл осы видеодағыдай қылып жасаңыздар. Екі шетін қаттырақ қысып қоясыздар. Міне барлығын жасап алдым. Противнімізге орналастырып, бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, қаласаңыздар күнжіт, мақ немесе қара күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Самсамызға одан сайын ерекше дәм беретін болады. Міне барлығын дайындап алдық. Енді қызып тұрған пешке жарты сағатқа жібереміз. Арада жарты сағат уақыт өткенде самсаларымыз қып-қызыл болып пісіп шықты. Өте дәмді болып пісіп шықты. Сочный болып, түрі де ерекше. Балаларға да, үлкендерге де ұнайды. Кез келген мерекелік дастархандарға жасасаңыздар болады. Дастарханыңызға сән беріп тұрады. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міне біреуінің арасын кесіп көрсетейін. Міне дәл осылай толықтай пісіп шығатын болады. Егер видеом ұнаған болса,
лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.